Окей. Қайтадан өзіңе бара алмай күнде өзіңді ойла, жүрегіме сен жарыса алма олай. Өзіме тартам өзімді, кінәлаймын оған өзімді, махаббатымыз қалайша үзілді. Бұл бейне сабақта сіздер осы әннің екі түрін үйрене аласыздар. Бұл оригинал түрі, екіншісі барез түрі. Мен жаңа ән айтқан кезде оригинал аккордтармен ойнадым. Бұл аккордтар мынадай: D, одан кейін E аккорды, сосын S диез минор деген, сосын F диез минор. Осы төрт аккорд. Енді біз оң қолда қалай ойнаймыз? Бізде бұл жақта 8 қағысты қолданамыз, бұлар мынандай. То есть екі төменге жіберем, сосын жоғары төмен деп ойнаймын. Енді давайте екеуін қосайық. Төмен, жоғары, төмен. Төмен, жоғары болады сосын. Енді барлығын бірге. Ән айтқан кезде біздер әрбір аккордқа бір-бірден ойнаймыз. Және де қайырмасында да, куплетінде де дәл осылай. То есть былай болады. Қайтадан өзіңе бара алмай, күнде өзіңді ойла, жүрді да. Міне осылай. Ал енді бұл әнді барез ойнау үшін біздер мынадай аккордтарды қолданамыз. S, одан соң D аккордын, үшінші аккорд бізде EM болады. Жаңағы қағысты қолданамыз, 8 қағысты, яғни төмен, жоғары, төмен, жоғары. Әрбір аккордқа S, D аккордына біздер бір-бірден ойнаймыз да, EM аккордына келген кезде біз екі рет ойнаймыз. То есть бұлай болады. Потом EM-ға екі рет ойнаймыз. Әндетіп айтқан кезде бұлай болады. Қайтадан өзіңе бара алмай, күнде өзіңді ойла, жүрегіме сен жарыса алма олай. Өзіме тартам өзімді, кінәлаймын соған өзімді, махаббатымыз қалайша үзілді. Негізі, бұл аккордтармен ойнаған кезде төртінші аккорд бізде мынадай болу керек. Мен бұлай гитараға салып қарадым, бірақ барезсіз түрін шығара алмадым. Сондықтан осы ұқсайтын аккорд қарадым да, и осыны EM-ға қалдырдым екі рет. Негізі төртінші аккорд мынадай. Тағы бір айтып көрсем, осымен. Қайтадан өзіңе бара алмай, күнде өзіңді ойла, жүрегіме сен жарыса алма олай. Мындай болады. Бұл BM аккорды, яғни барез, сосын мына жерде IM ұстаймыз. Бірақ біздер барезсіз түрін қарап жатқасын, бізде жаңағыдай ойнаймыз. Куплетіне келген кезде дәл осы аккордтарды қолданамыз, және де қағысы дәл осындай болады. Достар, бүгінгі бейне сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де бейне сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпаңдар, және де тіркеліп қойыңдар. Өйткені бізде алда уақытта көптеген разборлар шығады, және де онымен қоса гитара сабақтары басталады. Ол жерде біздер гитараны қалай ұстау керегін үйренеміз, аккордтарды дұрыс ұстауды, және де аттары неге IM, неге EM деген сияқты көптеген нәрселерді үйренетін боламыз.